Түркітектес халықтарға тән ежелден келе жатқан ойындардың бір түрі көкпар. Көшпенділердің тұрмыс салтынан бастау алған көкпар ойыны мерейтой, ас беру секілді үлкен мерекелік думандарда ұйымдастырылатын болған. Ежелден қазақтар малға шапқан бөрі қасқырды ұстап көкпар тартқан. Сол себептен бұл ойынды көк бөр деп атап кеткен деседі. Көкпар Орталық Азия халықтар арасында кең тараған ойын түрі. Ол қырғыз, өзбек тілінде улак тартыш, тәжік тілінде бузкаши деп аталады. Кейбір деректерде ойынның атауы көк бөрте, яғни лақ сөзінен шыққан деп жазылады. Көкпар тарту сияқты ұлттық ат спорты ойындары басқа да шығыс елдерінде бар. Ауғанстанда кең тараған бузавиш ойыны көкпарға өте ұқсас. Сондай-ақ Аргентина халқының да көкпарға ұқсас ат спорты ойыны болған. Тіпті Жапон елінде де көкпарға ұқсас ұлттық ойындары бар екен. Көкпар жігіттердің күш-жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат үстінде мығым отыруын қалыптастырады. Сонымен қатар көкпар аттың қалай бапталып үйретілгенін, жүйріктігін де сынайтын спорт. Жаңа әрі керемет жаңалық. Қазақ елінде алғаш рет Республикалық көкпар федерациясының бөлімшесі ашылды. Ол өзінің атауын нөмірі 17 жасөспірімдер спорт мектебінде тікті. Мектеп директоры Аманжол Қазымбетов көкпар бөлімінің нәтижелі жұмыс істеуіне қажетті барлық жағдайды тудырып отыр. Мектептің ішінен жаттығу жасайтын жататын орын бөлді. Ал ат құлағында ойнайтын көкпарға икемі бар алғашқы 8 баланы бөлімге қабылдады. Алдағы уақытта нөмірі 17 жасөспірімдер мектебінің көкпар бөлімі Алматы қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы әскери мектептің өрендерімен толықтырылып отырылатын болады. Ол туралы екі мектеп арасында меморандумға қол қойылды. Бөлімді атпен, ер-тоқым, арнайы киім, аттардың жем-шөбімен қамтамасыз ету Көкпар Федерациясының Алматы қалалық филиалының директоры меценат Данияр Дәукейдің мойнында. Бүгінде сол жігіттер Данияр ағамыздың түрген жеріндегі фазендасында жаттығу жасауда. Бұл бөлімді ашуға Алматы қалалық спорт және дене шынықтыру істері басқармасы, туризм және спорт академиясының басшысы Қайрат Закриянов және екі мектеп басшылары Аманжол Қазымбет пен Жарлепесов Сәбит көп еңбек сіңірді. Жаңа құрылған топ Бауыржан Момышұлы атындағы көкпар командасы деп аталды. Сарбаздар жаттығу алдында міндетті түрде намаз алдында дәрет алғандай дәретін алып, жаттығуға кіріседі. Бұл енді қазақ елге қарағанда ыңғайлы командный көкпарға. Неге? Бұл енді төмен қарай мен тартылған көрдіңіз ғой. Қазақ ердікі биіктеу ол. Осындай болады. Одан қазанға келгенде лақтырғанда балаларға бүйтіп бұттарына дейіп ыңғайсыз болады. Аманат басынан шыға жер көрдіңіз бе? Алдына шығып кетсе де ештеңе етпейді. Алдына шығып міне. Ал қазақ ердік мынандай болады да балалар шыға алмайды. Шыға алмай ыңғайсыз болып қалады. Ыңғайсыз болады. Жерге жақын болады көрдіңіз бе? Түсінікті. Қазақ ер не жерде тұрады? Мына жағын неге биік қылдыңыздар? Қайсыны? Мынау биік, мысалы мына жерге дейін аяғың ұзын ғой мысалы. Не үшін биік қылып қойдыңыз? Бұл қысқа болған енді көкпар жақсы қысылады да тақымға. Ұзын болса ол көкпар аяғың ана жерде жүріп. Бала ерсе көкпар қысылу қиын болады ғой. Қысса қысылмайды да онша қатты. Қысқа болса көкпардың өзі осындай болады ғой. Қысасыз да мынаны қысып аласыз, жіпке қысылады да. Ешкіні осы жерге қыса саласыз болды. Жіпке қысасыз болды. Түсінікті. Қазір енді бауырларға барлығын соны әдістерін үйретесіз бе, не істейсіз? Балалар енді әдістерін бәрін біледі ғой. Қазір енді әдістерін бір көрсетіп жіберсеңіз, е? Көрсетемін. Іске сәт. Енді Алатау жерінде Алатау деген арғымаққа атқа мінейік иншалла. Жалпы қазір көкпарға дайындық. Қазір бапкер өзінің шабандоздарын қазір дайындауда. Алдын ала 30-40 минут осы көкпарға дайындайды. Одан кейін иншалла жарыс басталады. Сол жарысты да қазір түсіріп көреміз. Алдында біз дайындықты түсіріп, сол дайындықтың ішінде мен де қатысайын иншалла. Бисмилля.
Мен үшін көкпар жан азық деп жүрген шабандоздар жаттығуын ең алдымен қамшы илүүден бастап кетті. Қазір ең бірінші ілуден басталамыз. Қамшыдан бастайды. Енді Бала іліп жатыр. Бірінші қол жетпей жатыр қазір. Ақырын атты сезеді, аттың қалай қимылдайтынын сезеді, қол жерге кетіп сосын. Мысалы қазір мен төмен түсейін десем, мына аяқты алам ба мен? Мына аяқты мына жаққа қоям. Мына тірейім. Мен өмірімде көкпар ойнап көрген жоқпын, бірінші рет қой енді. Жалпы атқа былай, иә? Мына тірейсіз, көрдіңіз бе? Тіредім, иә. Одан кейін, өпсімін. Ана аяғын яққа тірейміз. Техникасын біліп алса болды ғой ең бастысы, иә? Қазір 60 килограмм көкпарда келеміз да, жерден 10 реттен көтергіземіз екі жағын. Өйткені оны 60 килограмм былай көтергеннен. Яғни керек бұлшықетті жаттықтыру ғой, иә? Ана 60 килограммды көтергеннен кейін бала 30 килограммды оңай көтереді. Түсінікті. Кішкене де не істейміз? Мен көрейін енді бір рет, иә? Міне, қамшыны лақтырдым. Енді мына қамшыны мен алуым керек. Қолымызды қоямыз, аяқты көтереміз, ілеміз. Енді алу деген бар. Жетпейді. Саусағым жетті, бірақ көтер алмадым. Өзіме, Данияр ағамыз өзіңе сенбей қалдым дейді. Биік жерінен ба? Сенбей қалдым. Мына мойным, мына жақ жотам, барлығы ауырып отыр. Оңаймыз. Қамшылы оңайнамыз деміз. Көкпар былай жатыр ғой. Көтеру керек маған бәрі, ұят. Так, қазір көрейік. Астадым. Бірінші рет болмады. Бісміллә. Білдім, Аллаху акбар. Алхамдулилля. Екінші рет білдім. Яғын ілуге болады екен, әдісін білсеңіз болды. Болады екен ғой? Бірақ иықтарым ауырып қалды, субханалла. Дәстүрлі қазақ қоғамында көкпарға жасқа толған серкенің семізі таңдалған. Семіз серкенің теріс жыртылмайды. Бұл жарыста салт аттыларға оңай тимейді. Өйткені салмағы 30-40 килограмм немесе 50-60 килограмм болатын бассыз серкені спортшылар жерден көтерулері немесе қарсылас команда ойыншысынан тартып алып, қарсыласының қазандығына салулары керек. Бұл жаттығудағы серке арнайы қайыстан тігілген көкпар. Мысалы футболда аут деген бар. Топ сыртынан шықса, оны қолмен лақтырады. Бұл 30 килограммды кім лақтырады? 30-35 килограмм. Сосын үш жерде шеңбер болады. Мына жерде болады қазан түбінде. Ар жақтан шықса, ар жақ қазан түбінде. Және ортадан шықса, ортада шеңбер болады. Сол шеңберге 2 минут уақыт береді. Көкпарды деп шеңберде аттың аяғы шықса, шеңберден шықса, ойын жалғасады. Былай шеңберден шыққанша екі адам бір-бірімен жекпе-жек болады. Жекпе-жек енді. Міне, ол жерге ақылды аттар керек. Көкпарға сіз жібермейді ат мысалы, көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе? Сіз жібермейді көкпарға, көрдіңіз бе? Сіз барайын десеңіз жібермейді бәрібір. Көрдіңіз бе? Сіз барып отырсыңыз ана жаққа, көкпарға. Міне. Көрдің бе? Міне. Көрдіңіз бе? Ат жібермейді сізді. Сосын мен бүйтіп ақырын барамын да, сарылып тұрғанда іліп аламын міне. Ілем, сыртта бәрі қарап тұрады. Шеңберден шыққанда ешкім тиісе алмайды. Сосын мен жақсылап тұрып басып аламын да. Немесе шабуылға барам, немесе командалық шабуылшы боларға ауысам көкпарда. Сосын өзім неге барам. Мен негізі командада көбінесе жекпе-жек шығамын, бірге бір. Ол жаққа бой ұзын балалар, қол ұзын балалар жақсы да, көкпарды алуға оңай. Бұны үйретілген осы жерде. Тоқтатамаймын. Сен бүйтіп тарта берсең тоқтамайды ғой. Бүйтіп былай көтересің де тарттыр, ұрасың. Сол кезде шіре тұрсаң жақсылап тұрып. Аямай ұрсаш, ат өзі бүйтіп тоқтақ болады болды. Мен осы жерден алдым ғой мысалға. Міне барам да. Шалым. Ана жерде үйреніп жатыр қалай көкпарды салымға, қазандыққа салуды. Енді бұл жерде бапкер өзінің бүкіл білімін бауырларға беріп жатыр. Енді шын мәнінде
көкпарды сол қазандыққа салу оңай емес. Ат та шаршайды, адам да шаршайды. Соның ішінде қалай әдіс қолдану керек? Қасыңа келген адамды қалай итеру керек? Соның бәрін сол жерде біліп көріп жатырмыз. Міне, мен салайын деп тұрмын. Не істейсіңдер қазан түбінде? Сен не істейсің? Қаяқтан қақасың? Қатты қақпа берген. Енді қара. Міне, кел. Қақ. Мен салайын деп тұрмын қазанға. Думан, көмекке кел. Міне, болды. Міне, қара. Ашасың, Думан. Атты олар ашасың, қара. Ашасың да. Болды. Көрдің бе? Не істейсің ал? Онда безмесе сен бас сал. Сен бас. Сен мен командамысың. Сен мен командамысың. Ота. Сен көкпарға жармас. Сен не істейсің? Көмектесе сен командаң ғана. Көмектес. Ал давай. Ортасынан кір сен давай. Кір ал ортасынан. Не істейсің? Сен салайын деп отырған саған. Үстіден ас. Піштен үстіден асып ал. Ей! Басатын кеш. Сен кеш. Бас, Думан қайттан бас. Тарта бер, Думан отыра бер. Думан отыра бер, Думан. Думан отыра бер. Өт! Болды? Көрдің бе? Мені қара, үстен асасың мені. Удач! Мені көрдің бе? Көмек жоқ анаған вообще. Ал енді. Ортадан кіре алмайсың сен. Қаяқтасың, Дума? Неғып кірмейсің ортадан? Мен сен қателерін қара. Сен салғыз қойып отырсың, ұрысыңдаршы. Сол кезде атың шамасы жетпей ме? Ұрып атсың, қанша ұрдың? Атың уже бөле алмай атса, үстіден асыбаңдар бе? Денеңізші міне. Бұл аса стоп ал. Бері кешін, артымнан кірші, қасыма кеші. Екеміз лақтырайын деп отырық. Үстіден ас келді. Үстіден асып ал. Міне, лақтырсақ та қара. Лақтыршы. Лақтырсақ. Сен салып тұрсың, көрдің бе? Үйсі басып ал. Жер көкпарды. Жер. Міне. Сол кезде сен бүйтесің. Наяқтан келіп асылсың үстіме. Атың басын ары бұрасың кәз. Қара. Сен наяқтан келіп кірейін де. Үстіден ас қара. Қара. Енді лақтыр. Көрдің бе? Міне. Анан қолын бүйт жауып аласың, міне. Міндесінде аттың басын наяққа бұрасың, алсатасың, көрдің бе? Міндесінде. Алты ер көкпарды. Ерген, әкел. Қайттан қара. Міне ұста, бір шетін ұста. Міне. Көрдің бе? Міне ат бір-бірін жабысып тұрса, тақым ашылмайды қара. Жапшы маған. Жапшы. Міне, мен ашын етсем, ашылмайды, көрдің бе? Тақым. Содан кейін атта бұрасың. Деймен жабасың анан, тоқтай. Өз анан. Көкпарды жібер маған. Жүргірсең чатты. Сен жабанбадың. Сен неға кешсің? Сен бітесің, міне. Сен бүйтіп ағасың, қолын неқтан тығып аған. Көрдің бе? Ал анан. Көріп түсіңдер ме бәрің? Кім қаяқ кетті? Көріп түсің бе? Қазір істейсіңдер, әкел. Қара. Мен соңғы рет қара. Бас. Бейде жабысып тұрсаң, тақым ашылмайды мен. Көрдің бе? Сен атты ары бұрасың. Жігіттер қашаннан бері дайындықта жүр? Жаттығып жүр? Қыркүйектен бастап дайындалып жүр. Енді қазір бұл жігіттер енді жаттығып жатыр ғой. Қашаннан, қай уақыттан бастап мысалы олар дайын болады додаға түсуге, ойынға, жарыстарға? Алла бұйырса, көктемге қарай жарысқа дайын болады мынау. Басында ойладым, бір жыл, 2 жыл керек болады. Бірақ осы прогресске қарап көріп жатырмыз. Алла бұйырса, осы жаттығумен, осындай системамен көктемге қарай дайын болады. Жігіттер жалпы сонда бұрыннан дайындалған жігіттер ме көкпарға, әлде бұл енді үйреніп жатқан жігіттер ме? Жоқ, мынау енді үйреніп қалған жігіттер ғой. Бірақ осы жігіттер бәрі текті жігіттер. Бәрі палуан, шапандоздардан ұрпақтары.
Енді бір сұрақ аға, бұл жас балалар бағана Бауыржан Момышұлы интернатында оқиды ғой, мектебінде. Сіздің осы жердегі жаттығатын жеріңізге осы Түрген деген тау жақ қой енді. Қанша рет келеді аптасына, әлде аптасына бір рет пе? Аптасында бір рет, әзірше бір рет. Бір рет келеді? Иә, бірақ біз жоспарлап отырмыз Бауыржан Момышұлыда өзіміз атқоралар жасап, бір керемет жақсы проект атқоралар жасап. Сол интернатта, е? Иә, передвижной атқоралар. Тасуға болады. Сондай атқоралар жасап қойдық. Сол жақта ала бұйырса қоямыз. Сол жақта бізге бір жер берген шабуға, жаттығуға. Сол жақта жаттығу өткіземіз ала бұйырса. Біз осы қоқпарды қалаға кіргізу керекпіз. Мысалы қалада Балуан Шолақ сияқты, Алматыда Медеу сияқты ғимараттарда өткізу керекпіз. Қоқпар жақын көру керек. Өйткені жақын көрсе, сен қоқпардың жаңағы аттың күші, палуандың күші көресің, сезесің. Қандай екен, қандай ойын екен. Өйткені бізде қазір мысалы алыстан күшіне түсіріп жатыр. Ол қоқпардың өзінің несінде көрсетпей жатыр. Шынай сол жерде болып жатқан бүкіл болмысты көрсете алмай жатыр дейсіз ғой. Әрине. Қызық болу үшін біз әдемі көрсету керекпіз. Иншалла соған барлығы қазір соған бара жатыр ғой. Алла тағала сіздерге сәтін берсін. Бұл жігіттеріңіз нағыз шабандоз, ертең Қазақстанның чемпиондар атағына жетуге нәсіп етсін иншалла. Көкпар жаппай және дода тартыс болып екіге бөлінеді. Жаппай тартыста әркім көкпарды өзі иелік етуге тырысады. Дода тартыста құрамы бірде 2 топ сынға түседі. Мұны кейде марта тарту деп атайды. Қазақстанда 1949 жылы көкпар жарысының жаңа ережесі бекітілді. Осыған сәйкес көкпар жарысын арнаулы алаңда командалық сипатта өткізу белгіленді. Ал 1958 жылдан көкпар бәйге алаңдарында өткізіліп келеді. Алаң көлемі қатысушылар санына байланысты. Көкпар тарту қатысушылар санына байланысты 8-15 минут аралығында өтеді. Көкпаршылардың мақсаты орталық шеңберде жатқан көкпарды өз командасының отауына жеткізу. Көкпар отауға жеткізілгеннен кейін ойын алаң ортасынан қайта басталады. Белгіленген уақыт ішінде қай команда көкпарды өз отауына көп жеткізсе, сол жеңіске жетеді. Иламин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Ойын қызық болсын, жігіттеріміз мықты болсын, аттарымыз жүйрік болсын. Аумин. Аллаху акбар. Енді нағыз қызу ойын міне басталды. Енді кім қандай салым салады екен, қанша салады екен көрейік. Ал, бисмилля, басталды. Қарсы жақтың ойыншысынан серкені тартып алып, басқа ойыншыға беруге рұқсат етіледі. Серкені қанжығаға байлап алуға, қарсылас командалардың аттарын аяғынан ұшырып түсіруге, оларды шықпыртуға, үркітуге, аттың алдыңғы 2 аяғын көтеруге тыйым салынады. Көкпар ойыны арнайы көкпар үшін жабдықталған, ұзындығы 200 метр, ені 80 метр, қазандық арасы 120 метр орталықтан бастап, мәре салым қазандыққа дейін 60 метр алаңда бекітілген ережеге сәйкес өткізіледі. Ойын арнайы бекітілген көкпар ойынының ережесіне сай әрқайсысы 20 минуттық 2 кезеңде өткізіледі. Әр кезең аралығында 10 минуттық үзіліс болады. Ойында қарсыласының қазандығына ең көп салым салған команда жеңімпаз болып танылады. Көкпар жігіттердің күш-жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат үстінде мығым отыруын қалыптастырады. Қазақтың ұлттық ойын түрлері мазмұндық жағынан адамды жауынгерлік рухқа тәрбиелейтін аса маңызды дүние. Кеңес заманында қазақтың ұлттық рухын әлсірету үшін ұлттық ойындардың жалпы халықтық тұрғыда кең көлемде дамуына шектеу қойылғаны жасырын емес. Осы көкпар ойыны еліміз тәуелсіздік алған соң көкжиегі кеңейіп, тек оңтүстік өлкеде ғана емес, жалпы ел көлемінде дами бастады. Уақыт өте келе көкпардың спорттық түрі дүниеге келіп, ережесі қабылданып, қазіргі таңда ел біріншіліктері мен құрлықтық бәсекелер, халықаралық жарыстар өтіп жүр. Енді міне, Аллаға шүкір, арнайы көкпар мектебімізде бар. Енді альхамдулилля, бағана біз ойынды көрдік.
енді 1-қыркүйектен бастап, енді бастаған тай-тайдан бастап көкпарды үйреніп жатқан жігіттерге салыстыратын болсақ, сіздер әлдеқайда алға шығып кеткен екенсіздер. Қазіргі таңда қазақ елінде көкпар федерациясының қарасты жалпы көкпардың мектебі жоқ, біз білеміз. Сіздер мұрындық болып алғашқы көкпар мектебін ашып отырсыздар, Алла разы болсын. Бұл әрине біздің үлкен қазақтығымыздың белгісі, бұл біздің абыройымыз. Өзі әр қандай бір бастама болған кезде, ең әуелі біз мысалы көкпарды ең алғашқы мектеп құрған кісілер кім деген кезде, әуелі осы сіздерсіздер аға. Бірінші ойыншылар сол жерде кәсіби маман ретінде, көкпаршы ретінде диплом алып, сондай бір мектепті бітірген, үлкен бір додаға қатысқан алғашқы көкпаршылардан мырзаларымыз кім деген кезде сіздерді айтады. Үлкен бір жетістік, иншалла Алла тағала сондайға жеткізсін. Енді Данияр аға, қысқа нұсқа айтып кетсеңіз, жалпы бұл осындай мектепті құрудың себебі неде? Нені мақсат тұттыңыз, осыны айтып кетсеңіз? Сол мақсатымыз біздің жаңағы қазақшылық басқа дәрежеге көтеру керекпіз. Яғни жоғары дәрежеге, бүгінгі заманның талабына сай, е? Иә, өйткені жаңағы біз айтып отырмыз ғой, баскетбол бар, футбол бар. Ол бәрі секциялар бар, неше турнелер бар, теннис бар. Соның бәрі бүкіл алаңдары бар дейсің. Алаңдары бар, неше тур бар. Бізде қазір Қоқпарда мысалы осындай жоқ. Қоқпарда профи лига керек, мектептің лигасы керек, университеттің лигасы керек. Енді профи лига құру үшін бізге не қажет қазір? Не керек? Меценаттар керек па әлде? Ақша керек па? Негізінде меценаттар да керек, ол бірақ меценаттар өздері келе береді ғой, бірақ бізге біріншіден мықты жарыс өткізу керек. Мысалы біз қазір көкпарды көрген кезде бір алаң адам мына жақта ғана отырады, бір жағында ешкінші жағында жоқ. Ал егер де бағанағы балуан шолақта ойнасақ, сол жерде 5000 адам отырса, мен мысалы ол жаққа баратын едім, және көретін едім. Және де ол жерде тұрған кезде сіздердің командаларының атын атап тұрып, айғайлап тұрса, ұрандатып тұрса, одан сайын жігерленіп балалар ойнайды ғой әрине. Көкпарды көтереміз дегеннен кейін, көкпардың ішінде жүргеннен өзімізде ерік кетті, шаңның ішінде жүреміз ойнап. Бұл шаңның ішінде жүргеннен кейін әркім өзі жаман ғой енді. Қалада шапқымыз келеді, біз футболистер өзіміз жүргіміз келеді. Әркім өзі қалада мысалға бізді, мен емес басқа мыналар ертең өскеннен кейін осы балалар. Ертең осы профи лигада ойнайтын болса, ертең бұларды ел таниды. Қалада жүрсе, бізде анақа бір шаңның арасына апарып береді көкпарды. Бұл жерде кір-кір болып қайтасың. Оны ешкім көрмейді, ауылдағы адамдар ғана көреді, оны қаладағы адамдар көрмейді. Бізде мысалы 2 түр көкпар қазір. Қазір кезде 2 түр көкпар бар. Жаппай көкпар, қазындық көкпар. Сол екеуі де қызық. Жаппай көкпар ол мықты палуандардың ойыны. Жаппайға барлығы бір серкеге жабылады. Сансыз бірнеше мың ат келеді, бірнеше мың шапандоз келеді. Сол кезде шабады. Қазір кезде мысалы оңтүстікте көп шабады, сол жаппайды. Бірақ бер жаққа келіп жатыр, шығыс жаққа келіп жатыр. Қазандық көкпар ол бір бөлек. Қазандық көкпар бағана біз ойнаған, е? Қазандық көкпар ол жаңағы көп адам керек емес, команда сол кезде топ-топпен бөлінеді, сол кезде ойнайды. Ол өзінің ережесі бар дейсіз. Мысалы, ол өте қызық, көрермендерге өте қызық екен. Өйткені ол уже баскетболға, футболға жақын, хоккейге сияқты. Сол кезде оны мысалы қалада өткізу керек. Қаланың жаңағы айтым ғой, әдемі ғимараттарда, жаңағы спорт сарайында сол жақта өткізу керек. Және ол жерде серкені бауыздап емес, осындай арнайы дайындалған. Серкені бауыздамай, осы макетпен шабуға болады. Өйткені мынау 25 келі макет, ол Семейде жасалған бір Максим деген. Өзі қандай? 25 дедіңіз бе? 25 келі. Мұнау ауыр екен, е? Осыны бір қолмен көтереді жігіттер, е? 15 жастағы жігіттер көтере ала ма? Көтеріп жатыр ғой. Бағана көтерген осы ғой? Машалла. Сол ол ойынға қызық екен. Өйткені кезінде футбол ол несімен, репамен ойнады, неше түрмен ойнаған ғой. Сол доп теріден, бұлғардан жасап, сол доп жасаған ғой. Мұнау қайыстан жасалған, е? Мұнау қайыстан. Мұның ішінде не бар? Ішінде резиновый крошка деген нәрсе бар. Ұнтақталған резина, е сонда?
сол неше бір өзінің технологиясы бар, оны патенттетіп жатыр. Сол алла бұйырса мына ойынға дайын нәрсе. Семейде жасалған, е? Семейде жасалған. Мынау көріп тұрмын, мынау киімдері, бұл не киім? Мынау киімдер шалбары біздің мектептің жарысқа баратын киімдері. Мынау мінекей жұлдызы бар, Бауыржан Момышұлы, Алматы Республикалық әскери мемлекеттік интернат, е? Арнайы осы көкпаршы бауырларға тікіскен нәрсе ме бұл? Жоқ, мынау арналған осы топқа арналған. Осы топ. Машалла. Алматы қаласының 17-ші спорт мектебі. Соған кіреді ол. Жаңа Дауки әулетінің несі. Эмблемасы ғой, таңбаларыңыз. Данияр аға, көкпар шынын айтайық, бұл жай спорт емес, бұл экстремалды спорт деп есептеледі. Регби сияқты, бұл мысалы футбол сияқты емес, көбінесе жарақат алатындай, жарақат алуға өте процентажы, пайызы көп спорттың түрі ғой. Бағана Мейіржан айтып отыр, бұл спортпен айналысу үшін адамға ең әуелі жүрек керек, батылдық керек дейді. Шын мәнінде бағана мен сіздердің араларыңызда жүрген кезде, мен сіздерден 15 жас үлкен болғанымен жүрексіндім араларыңызға кіруге. Сіздер балық суда жүзгенде жүрсіздер. Шын мәнінде мен мысалы көкпардың ішінде жүрген жоқпын, бірақ алғаш бір сезінгенім жүрек керек екен. Сәл тартыңқырадым өз-өзімді. Бұл балалардың әкелері, аталары бәрі шабандоз болған. Яғни тегіне қарадыңыз, е? Тегіне қарадым. Әкесі шабандоз болу керек. Әрине. Немесе ағасы шабандоз болу керек деген сияқты. Көкпардың отбасынан шыққан балалар ғой, бәрі. Мен көкпарды таңдаған әкеме қызықтым өзім. Әкем өзі атақты шабандоз. Есімің қалай? Сайлаубек Асыл. Сайлаубек Асыл, Сол әкем көкпардан келгенде қызықтым сол әкеме. Әкемнің аты айт. Әкем аты Жанбатыр. Сол соған еліктім. Бағана сен құлап кеттің, ойнап жатқан кезде. Жалпы қаймық қалмайсың ба? Ешқандай қорқыныш болған жоқ па? Жоқ, мен өзім құлағаннан кейін одан бетер күшейдім ба, сондай болды. Одан сайын жігерленіп дейсің ғой, қазір енді мен салым саламын деген сияқты ма? Құлағаннан кейін күшейесің ба, арқаңа қамшы тисе де күшейесің ба? Сол сияқты күшейіп. Яғни намыс керек дейсің ғой мұндайда, Осы көкпарды таңдаған себебім өзімде әкеме еліктедім. Әкем атақты шабандоз болған, 5 дүркін чемпион болған. Есімі кім? Әкем есімі Бекбасов Мейірхан. Машалла. Сол әкемнің отбасында көкпар ойынына жақсы қызыққан. Әкем ағасы да Серікхан Бекбасов деген кісі болған. Ол да Қазақстан бойынша 9 дүркін чемпион болған. Машалла. Болашақта үлкен шабандоз болуға біз бүкіл қазақ елі ретінде біз тілектеспіз. Өйткені басқа елдер біз көкпаршымыз десе де, бұл біздің бағана сіз айтқандай біздің қанымызда бар нәрсе. Аға, болашақта үлкен додада кездесейік, және бұл жігіттер сол жеңіске жеткен кезде біз де соны түсіріп жүрейік. Иншалла. Алла разы болсын сізге. Айтқан кезде. Рахмет жігіттер. Болашақта арнайы ипподром мен көкпар стадионы болса деп үміттенеміз. Данияр Дәукей секілді ұлтын сүйген, ұлтының болашағы үшін жарғақ құлағы жастыққа тимей жүрген азаматтардың еңбегін елге паш етіп, олардың игі істерін келешек ұрпаққа үлгі етіп насихаттасақ, нұр үстіне нұр. Қазақ ұлтының ұмыт бола бастаған әдет ғұрып, салт санасын жаңғыртуға саятшылық, қамшыгерлік, көкпар, бәйге, теңгілу, тағы да сондай сияқты спорт түрлерінің байырғы түрлерін бүгінгі заманға жеткізіп, оны дәріптеу ел алдындағы міндетіміз екенін ұмытпайық.